Ассаламалейкум достар, каналымызға қош келдіңіздер. Оңтүстік Кореядағы Hyundai Santa Fe автокөлігі Қазақстандағы нарықтан қаншалықты арзан екенін бүгін осы видеода көрсететін боламыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Қазір Кореядан келетін бағасын, Қазақстанда қанша рассамошкасы кетеді, қазақ номерге дейін қанша қаражат кетеді, соның барлығын осы видеода түсіндіретін боламын. Оңтүстік Кореяда қандай жағдайдағы Hyundai Santa Fe'ні алуға болатынын көз алдарыңызға барлығын есептеп, айтып түсіндіреміз. Достар, ең бірінші осында Encar деген сайтты ашып аламыз. Encar деген номер 1 автосалондардың бірі оңтүстік Кореяда. Поисктан Hyundai Santa Fe автокөлігін іздеп көрейік. Мінекей Hyundai маркілерін бәрі осылай кәрішеде жазылып тұр. Өздеріңізге кіріп көрсеңіздер болады. Santa Fe. Мына жерде уже қараңыздар. Поколенияға бөлінеді. 2000 жылдан бастап 2023 жылғы поколенияға дейін. Ал бізге 23 жылғы поколения керек. Ары қарай бізде объем 2.5 бензин және де 1.6 гибрид бар. Бізге толық жетектісі керек автокөліктің. Және де максимальный комплектацияның аты каллиграфи деп аталады. Естеріңізде болсын, қараңыздар. Бұл жерде 1, 2, 3, 4 комплектация бөлінеді. Кореяның өзінде сборкасында. Максимальный бізде каллиграфи деп аталады. 166 штук шығарып берді автокөліктің. Енді бізге именно 24 3 жылдыққа кіретін. Не үшін 3 жылдыққа кіреді? Себебі первичка көп төлемейсіздер. 24-ке бір 200 мың теңге төлейсіздер. Қазір толықтай түсіндіріп айтып кетем. Ал 25 пен 26-ға сіздер бір 2000 теңге. 55 штук шығарды 24 жылдан бастап. Және де ары қарай уже автокөліктерді шығарып береді осылай. Оңтүстік Кореяда қазір дайын тұрған автокөліктер сатылымда. Мінекей астыға түсеміз. Мына жерде 24-тің бірінші айы 33 мың километр жүрілген екен. Толық жетекті Инчон деген қалада 37 миллион 500 мың вон. Тағы астына түсеміз. Астында бізде Black Edition. Не үшін Black Edition? Бұл максимальный комплектация. Сыртқа кузов, дискі, ішкі салонда қап-қара, көрдіңіздер ма? Осылай бөлінеді Кореяда. Бір пробегі сәл аздауын іздейік, қараңыздар. 19 мың дейді. 19 мың километр жүрілген. Осыған тоқталайық. Осының ішіне кірейік. Қазір толықтай осыны есептейтін боламыз. Кемшіліктерін бәрін анықтап, бар ма, жоқ па. 24-тің бірінші айы 3 жылдыққа кіріп тұр, ең бастысы. Толық жетекті. Бұл жақта енді қанша орындық екенін де көрсек болады. 5 орындық екен көлігіміз. Қай күні осы сайтқа салынғаны. Осы айдың 12-сі салынған. Демек, бір 5 күн алдын салынған ғой автокөлік. Свежий десек те болады автокөлікті. 19 мың километр жүрілген. Фотоларына келетін болса, осында аппақ түсте, қараңыздар, алдыңғы LED оптикасы, парктроник, әдемі өзінің ерекше дисктарымен, грандевілдің ішкі салон осындай қоңыр түсте. Жаңғы бізде повторителі поворотникта қараңыздар, камералар бар. 360 камерасы аймағының барлығын алады. Алдыңғы 2 орындықта да бізде плавающий сиденьясы бар. Электропакет, память сиденья, деревянный ставки, салон бойынша. Және де массажға дейін болу керек водительскийде, қателеспесем. Мультируль. Сосын ең бастысы 2024 жылғы осы новый Santa Fe'лерде голосовой управление бар. Достар, міне 360 камера 3D форматта бүкіл аймағының барлығын алады. Орындықтарды жылытқыш, салқындатқыш, пуш-стартмен оталады. Коробка передача біз үйренгендей мына жақ ортасында емес, рульдің артында тұрады, кәдімгі Мерседестер сияқты. Ручник электрический, сол жақта антизанос барлығы бар көлігімізде. Багаж бізде электрический, бір батырымен көтересіздер, түсіресіздер. Проекция на лобовом стекле бар. Қараңыздар, керемет, комплектация максимальный. Енді мына фотомен толық обзорын жеткізе алмаймыз сөзбен. Жанында бір видео түсіргенде толықтай жеткізіп беретін. Ал енді достар, бұның кемшіліктеріне келетін болсақ, автокөліктің қандай кемшілігі бар? Кемшілігі, қараңыздар, 3 деп қойыпты. Страховой историясында бірден көріп кетсеңіздер болады осы сайт арқылы. Қай жері зақымданған, замен деталь бар ма, шпаклевка, вторичный окрас деген секілді. Мінекей страховой историясын ашып берді, қараңыздар. Мына үстінде тұрғанымыз осы автокөлікке жұмсалған қаражат. Көріңіздер ма, ешқандай қаражат жұмсалмаған деп тұр. Астындағы ол басқа автокөлікке жұмсалған қаражат 6 миллион дейді. Енді
Автокөліктің қай жері зақымданғаны бұл жақта айтылмаған, таза деп тұр. Алдағы уақытта егерде адамымызды жіберіп тексеретін болсақ, сол кезде анықтаса болады. Бұлайша замин деталь жоқ, ең бастысы. Қатты ДТП-ға түспеген. Барлық детальдардың барлығы өзінің заводской. Себебі мына жерде көрдіңіздер ме, жасыл барлығы көрсетіп тұр. Замин болатын болса, бірден кәрістер белгілеп айтып кететін еді, қай жерінде замин бар деп. Hyundai Santa Fe енді бағасына келетін болсақ, 39 миллион 500 мың вон екен. 39 миллион. Әдейі сіздерге осыны ашып қойдым. Көз алдарыңызға көрсетіп жүрейік, теңгемен қанша болатын. 13 миллион 700 мың теңге. Оңтүстік Кореядағы бағасы 13 миллион 700 мыңға аласыздар. Енді, достар, 13 миллион 700 мыңға 1 миллион 280 мың теңге қосасыздар. Ол біздің қызмет ақымызбен көлікті осы Алматыға дейін жеткізетін доставканың ақшасы. Доллармен шығатын болсақ 2500 доллар. Бүгінгі курспен 1 280 мың теңге. Естеріңізде болсын, біз доллармен аламыз ақшаны. Доллардың есебі бойынша. Егерде теңгемен алатын болсақ, бұл жағынан уже курсқа байланысты. Енді қараңыздар, мына жағына келетін болсақ, 50 функциясы бар екен автокөліктің. Мына сайт бойынша да көрсеңіздер болады. Подогрев сиденья, обдув, GPS, алдыңғы парктроник, LED оптикасы барлығы. Әрқайсысына жеке-жеке тоқталып кіріп кетсек те болады негізі. Автокөлік бойынша қараңыздар, қаншама 50 функциясы. Қазақстанда да Santa Fe бар сияқты, сборкасы қателеспесем. Бірақ 50 функцияда осындай автокөлікті Қазақстан бойынша таппайсыз. Сондықтан оңтүстік Кореядан осындай максимальный комплектацияда тапсырыс берсеңіздер ұтасыздар баға жағынан. Енді достар, бұл автокөлік оңтүстік Кореядан Алматыға дейін 14 миллион 980 мың теңге келеді. Алып келеміз Алматыға дейін 25-30 күнде. Алматыға келгеннен кейін бұл автокөлік растаможкасы 2 миллион 950 мың теңге төлейсіздер, плюс-минус. Растаможканы қазір айту нақты қиын, жылдың басы. Сондықтан да НДС, МРП дегендердің бағасы сәл қымбаттады. Сондықтан жобамен біз 2 миллион 950 мың теңге деп айтып жатырмыз, новый сетка бойынша. Енді утилизбор объемы 2,5 литр бензин болғандықтан 1 миллион 81 мың 250 теңге утилизбор төлейсіздер. Утилизборды нақты айта аламыз. Первичка 3 жылдыққа кіреді 2024 жылға. Демек 216 мың 250 теңге төлейсіздер бұл автокөлікке. Ары қарай сос кнопка, сертификат, услуга, брокера 500 мың теңге бізде. Достар, толықтай автокөлікті Қазаққа дейін дайындап береміз. Ешқайда жүгірмейсіздер, дайын автокөлікті алып кетесіздер. Кейде бізден клиенттер сұрауы мүмкін, не үшін сендерде услуга брокера қымбат, басқасы қымбат. Достар, себебі біз жарты жолдан тасап кетпейміз. До конца біз жеткізіп береміз автокөлікті. Ешқайда жүгірмейсіздер. Кей кезде одан да арзан бағаны айтып қалатындар бар. Соған кейбір клиенттер секіріп кетеді, сонымен сезеді. Ал СВХ-да жүрген кезде клиенттің өзі жүгіріп жүреді, телефонмен алып. Сонымен автокөлік толық қазақ номермен 19 миллион 730 мың теңгеге түсті. Қалай ойлайсыздар? Қазақстанның нарығынан арзан ба? Мен өз басым енді 3-4 миллион теңге арзан деп ойлап тұрмын. Себебі 20 миллионнан қымбат тұрады бұл. Именно осы комплектацияны алатын болсақ, осындай пробегпен. Колесаны ашып та көрейік, қазір мен сізге фотосын қойып кетем. Достар, сондықтан да оңтүстік Кореядан автокөлік тапсыратын болсаңыздар, Алаш экспорт компаниясын тапсырсаңыздар болады. Достар, осы салада біз 4 жылдан бері жұмыс жасап жатырмыз. Оңтүстік Кореядан автокөліктерді Алматыға дейін жеткізіп, қазақ номерге дейін шығарып, клиенттерге табыстап жатырмыз. Мен өзім оңтүстік Кореяда 5 жыл өмір сүргенбіз. Командамыз бар. Осы Алматы қаласына, Нұрлы таудың ішінде, мен қазір Алматы қаласындамын. Сосын Кореяда да бізде компаниямыз бар. Заңды түрде договормен, келісім шартпен, печать бар, сіздің данный бар. Договорды да егерде қаласаңыздар, жекелеріңізге жібере аламыз. Алдағы уақытта договордың ең соңында автокөліктің маркасы, вин-код, пробег барлығы жазылады. Ол жағынан уайымдамаңыздар. Жарты жолда алдап кету, ақшаны алып жоқ болып кету дегеннен қорықпайсыздар, сенімді боласыздар. Керісінше. Сондықтан да достар, егерде оңтүстік Кореядан автокөліктерді тапсырыс белгілеріңіз келетін болса, байланысқа шығыңыздар. Байланыс номерін қалдырып кеттім. WhatsApp арқылы
жазсаңыздар болады. 24/7 сіздермен Алаш экспорт компаниясы. Келесі тағы қандай автокөлікті тексеру керек? Комментарияға міндетті түрде жазып кетіңіздер.